Өзгеде тақырыптар. Калачиліктер тағыда наразы. Бұл жолы олар өздеріне берілген пәтер сапасын сынап бағуда. Естеріңізде болса, Ақмола облысына қарасты ауыл жаппай белгісіз сырқатқа шалдыққан соң, үкімет оларды көшіру туралы шешім қабылдаған еді. Есіл және Державинск қалаларында үйлер салынып, былтыр қоныс аударғандардың қуанышы көпке созылмады. Себеп жаңа үйлердің сапасы сын көтермейді. Айта кету керек, бұл баспаналар құрылысына республикалық бюджеттен 900 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалған болатын. Жуырда салынған мұнайдың кем-кетігін түзеуге тағы 200 миллионнан астам теңге жұмсалыпты. Жаз мезгілі келсе де едені сыз тартып, қабырғаларынан жел үреді. Баспаналар тіпті салтанатты жағдаймен тапсырылған болатын. Қыста көшіп келдік, барлық қыс бойы суық болды үйдің іші. Өйткені мына жердің барлығын терезені дұрыс орнатпаған, терезенің барлығын бұлай өзіміз өз қолымызбен мындай шуруптармен осылай бекітіп қойдық. Мына барлығы мына жердегі тесіктердің бәрі жабық тұрсын деп. Жалбыраған түсқағаз, жылу бөлетін батареялар, есіктер еш талапқа сай келмейді. Баспана иелері қала әкімдігімен мердігер мекемеге сан мәрте шағым түсіргенімен мардымды жауап болмай тұр. Претензии были отражены на бумаге. Бұған дейін тұрғындар тарапынан түскен арыз-шағымдар осы баспана құрылысына жауапты мердігер компанияға жолданған болатын. Осыдан соң пәтерлердің терезелері мен сантехникасы қалыпқа келтірілді. Дегенмен әлі істелетін жұмыстар бар. Әлі де хат жолдап жауап күтудеміз. Ал өңірлік құрылыс басқармасының өкілдері мүлде басқаша сөйлеп отыр. Айтуларынша тұрғындардан бірде-бір арыз түспеген. Олай болған жағдайда мәселені шешіп беруге әзірміз дейді. Если поступят какие-то жалобы. Үй құрылысының сапасы бойынша тұрғындар тарапынан қандай да бір шағым түсетін болса, бірден ешқандай даусы шешіп беруге дайынбыз. Өйткені ғимарат 2 жыл кепілдікке қойылған. Тағы бір ескеретінім, жетіссіз пәтерлер жаңа кешен әлі де қаңырап бос тұр. Себебі калачиліктер сапасы нашар деп тапқан пәтерлерге көшуге құлықсыз. Жұмысқа орналасу мәселесі тағы бар. Сондықтан ұйқы басқан ауылда әлі күнге дейін 100-ден аса отбасы тұрып жатыр. Талғат Исламұлы, Евгений Шинкаренко, қорытынды жаңалықтар Ақмола облысынан.